Азамат, сенің ұсынысыңды қабыл алдым әрине. Спор 1 миллион теңге. Саған бірінші тапсырмам, шашыңды бритвамен аласың. Көрейік. Миллионерлер всегда сыйлы. Вот, короче, так, неге? Так, короче, шошымаймыз, хорошо? Екі қабат әйелдер және де жүрегі әлсіздер болса, экран алмай тұрыңыздар. Мінеке. Алғаным осы енді өтпей қалып бір ренжімеңдер. Бірақ ертең до конца жылтыратып алам бірақ. Хорошо? Орындадым деп ойлаймын. Өткен аяқтар жара болып қалды, жаңа қанап зорға. Не қылдым жаңа. Енді сізге тапсырма. Құрметті миллионер Жасик. Қазір күте тұрыңыз. Базар өнет, Жаке, красава, молодец, жақсы болды, басын бір дем алып қалды, жақсы болды, кәдімгідей шашынды алып, алам ба деп жүрем, өзімде осындай қалды. Рахмет. Енді сізге тапсырма. Сақалыңыз бен шашыңызды әппақ цветке барып боятасыз. Ақ цвет болғанда бірден жуған кезде кетіп қалатын акварельге боямаймыз. Ертең салонға барасыз, спор бітем дегенше ақ цветпен сақалыңызды, шашыңызды шатастырып алдым. Екеуін әппақ қылып жүретін боласыз. Кеттік, тапсырма. Bir zat жетпейді, маған да бір зат жетпейді. Араның Орнын бояп жатырмыз, только сақал ғана қалды. тоқтамай шауып күнімен, тоқтамай шауып түнімен, анаған жағымды, мынаған жағымды, мақшарға адам болып беттейді. Жас кезде көңіл Азаматтың оқырмандар айтады, Жаке, сізкі неге ақ емес сары түсті дейді. Оларға айта кетейін, какой привет, такой ответ деген сөз бар. Мен оған кеше лезімен ал деген шашын, немен алды, қайшымен алды. Ол маған сол үшін ақ түсті деп еді, сары қылдым. Сарының өзі маған оңай болған жоқ. 2 сағат бойы алдым. Бетіме аллергия кетті, көзім болса көрмей қалды. Оны кім